145 сомнан қалқым е. Көйлек кисеңіздер, міне көрдіңіздер ме? Жібек. Міне, мынау қызыл күреңі, екі реңе қалқым міне. 145 сомнан мына пифа ала алмайсыз да қалқым. Мен айтып жатырмын ғой, мына Гуанчжоуға барғалы жатырмын, мына дүкендегі бар малды мен сіздерге қазір кірген ізінен төмен қылып бердім. Әлі мына жерде де мал бар мынадан. Бірақ бұл көйлектің сол бәрі кішірек екен, мына мен кигенім міне. Мен дене салмағым былай қарап сіздерге ана піл құсап көрінгенім мен 70 кілі шығамын, 70 кілі бойым бірдей 60 шығады менің, міне көрдіңіздер ма? Мына екі рең шығады, мына бүтін көзі қолмен қойылған, міне жібек. Бір уақытта мынадан тігілген көйлектерді 600-700 алып кигесіздер ғой қыздар, мына жібек лоқабадан. Міне астымнан да полный киген тік түскен жоқ, керемет әдемі шыққан. Өніңен және біреуін айтып қояйын. Міне жерде мынау нақ кезінде пипасын 550 әкелген жібек бір екісінен бір тал бар. Мынаны алсаңыздар 200 қып береме қалқым. Мынаны біз өзім 500 қанша әкелген бірінші дәрежелі жібек, мынау. Міне көрдіңіздер ме? Соның бір екісі ма қапты міне. Алсаңыздар 199 қып берем. Бір екісі. Бұл тік түскен, мынау полный түскен бән, мынау түскен. Бірақ мынау бірінші дәрежелі жібек біліп алыңыздар. Шаншанда да 600-700 сатылады мынау. 199 қып берем. Мына менің бас бетте үнқат нөмірім бар, қосып алуды ұмытпаңыздар. Одан кейін мына гайлерімнен бәрі нәрсемнен зат толық мал таусылып кетті ма деген сөзді маған айтпаңыздар. Бізде мал үздіксіз күнде не алам десеңіз бар. Өнінген әлгі мына берік суымды қайта-қайта айтып жатырмын ғой, 65-ке 2 құты. Мына бетте миян жоғы қалқы, мен түрім жаман болғанмен бетімнің терісі жақсы. Бетіңізге жаныңыз чекесе де осы бетіңізге мына ливер, кусардың зады жақсысын киіңіздер. Сыртқы киім ештеңе емес, бір сырттағы чүпірек қана ғой, әйбәтірек болып жарасса болды. Бірақ мынау тіке сіздің кеудеңізге, міне жеріңізге тақасатын нәрсе болғаннан кейін беттікке жағатын суыңыз, осы ливеріңіз, мына кусарыңыз чоққым жақсы болсын. Мына ливерлер әзір біз киіп жүрген қалқым. Әлгі сіздер бір уақытта жастық қосып не қылады екен, кеудедегі зың-сыңды жоғатады деген оттапты сол бар ғой, мен сіздерге айтайын. Міне нақ магниттік осылар міне. Мен әзір 85-тен қимыл қылып беріп жатырмын ғой сіздерге. Мына қара. Міне залалсыз. Ол кисеңіздер, мынаның ғой неше түрлі реңі бар, осындай ливерді киіңіздер. Міне көрдіңіздер ме? Жалпақ, мына кеудені былай алып келетін. Өнінген зың-сыңға тағы бір атақты нәрсе айтып берейін. Мына адрасман бар ғой, қалай барсаңыз бар нәрсе. Соны жұп-жұп қайнатып, тақыл-тақыл кішкентай шынымен бір күнде 2 рет ішіп берсеңіздер, сіз 15 күнде өнімін көресіз, Оны енді айтып қойыпты екен, біраздан кейін маған қайта ой әлгін қайтып ішеді деп менің мазамды алмаңыздар, айтып қойдым енді болды.